Бұл видеоны көріп, Қазақстанның визажистері жыламасын. Бүгін өзіме образ жасап көрім келді. Мені екі қыз күтіп алып, осылай киіндіріп қойды бірінші. Макияжыңызды сүртіңіз деді. Макияжымды жақсылап сүрткеннен кейін шашқа кірістік. Сары шашыма әйтеуір қара шаш жабыстырып, бірдеңе жасап жатыр. Бұл өздерінің осылай шаш жинау үлгілері екен. Шаштан кейін макияжға кірістік. Ең қызығы осы. Бұл жерде тазалық деген мүлдем жоқ екен. Түріме қарасаңыздар, енді білдіргім келмеді. Бұл жерде маған ұнамай отырған әйтеуір бетіме айбақ-сайбақ қып бірдеңе жақып берді. Одан кейін әдемілеп румяна жақып қояды, қып-қызыл әдем қыз боп ұялып тұрсын деді ау деймін. Көзімді де әйтеуір бояп жатыр. Ондай түстерді біздің Қазақстанның визажистері мүлдем қолданбайтын шығар. Өте әдем болып тұрсын деп көзімнің астына да әйтеуір кірпіктер жабыстырып, қасымды бояп, бірдеңе жасап жатыр. Ерін бояйтын помадамен барды да маңдайымды бояды. Ол бояған помадасымен ернімді де бояды. Бұл жерде мен образым дайын болды, қараңыздар. Киімдерімді кигізді. Мына жерде бір ханның әйелі ұқсап тұрмын ғой. Қараңыздар образымды. Дәл осы образ 26 мың теңге болды. Қалай сіздерге 26 мың теңгеге тұрады ма?